Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін баланың өзіндік бағасын, самооценкасын қалай көтеруге болатыны туралы айтатын боламын. Оның 12 тәсілі бар. Видеоны соңына дейін тыңдасаңыз, сол 12 тәсілді біліп алатын боласыз. Ең бірінші, сезімтал болыңыз. Бала қандай сезімде болғанда да оны түсінуге және қабылдауға тырысыңыз. Басынан кешіп отырған әрекетте оған қолдау танытыңыз. Оны жеңе алатынын түсіндіріңіз. Егер қиын жағдай болса, сізден көмек алатынын айтыңыз. Бала үшін ауырып қалу, мектеп ауыстыру, басқа қалаға көшу сияқты қиын жағдайларда барынша қолдау танытыңыз. Екінші, құшақтаңыз және сезіміңізді білдіріңіз. Басынан сипау, арқасынан қағу, құшақтау сияқты жанасулар ешқашан артық болмайды. Шынайы жасалса, эмоциясын шығаруына және өзін қауіпсіз сезінуіне бұл көмектеседі. Алғаш дүниеге келгенде де бала өзін айналасындағылардың жақсы көретіні туралы ақпаратты осындай денесіне тиген аялы қолдар арқылы алғанын ұмытпаңыз. Үшінші, баланың пікірін сұрау. Оның пікірін қолдану мүмкін болмағанның өзінде де өз балаңызды жақсы тани түсу үшін, әрі оның ойлау деңгейін білу үшін де оның көзқарасын білген жөн. Оны қабылдаңыз, өз шешіміңізді хабарлап, дәлелдеріңізді алға тартыңыз. Бұдан шығатыны, бала өзімен санасатынымызды және оның пікірінің де салмақты екенін түсінуі тиіс. Төртінші, баланы түсіну. Оны түсіну үшін оны мұқият тыңдаңыз, бақылаңыз және анализ жасаңыз. Баланы түсіну өте қиын, дегенмен бала үшін оның мән-маңызы баға жеткісіз. Баланы түсінетініңізді сөзбен, ишарамен, әңгімелеріңізбен сездіріп отырыңыз. Бесінші, эмоцияларыңыз бен сезімдеріңіз туралы айтыңыз. Әңгіме эмоцияны білдірудің ең қарапайым түрі. Қарапайым болу себебі әңгіме қолжетімді, тез және әсерлі тәсіл. Баланы өз сезімдері мен эмоцияларын білдіруге дағдыландыру керек. Бұл оның өзіндік орнының айқындылығы мен өзіне деген сенімділігін жоғарылататын жол. Сол сияқты осылайша жасөспірім шақта зиянды әдеттердің пайда болуында азайта аламыз. Алтыншы, шынайылықты қолдаңыз. Жазалау керек болса, жасаған қателігіне сәйкес жасаңыз. Егер бала бір нәрсені әдейі жасады ма, әлде кездейсоқ па, соны ескерсеңіз, онда оның жолы табылады. Өз кінәсін мойындаудан бұрын бала үшін пайдалы әрекеттің айтылмай қалмауы баланың өзіндік бағасын көтеретінін ұмытпаңыз. Жетінші, барынша тырысатынын бағалаңыз. Егер бала бір нәрсені жасауда барынша тырысатынын байқасаңыз, нәтижесі қандай екеніне қарамастан оны марапаттаңыз. Қандай да бір белсенділік танытуы оның мүлде болмағанынан жақсырақ. Егер баланың қолынан бір нәрсе келмей жатса, сен жарадың, әр адам оны жақсы жасау үшін бірнеше рет жаттығады деңіз. Қалай ойлайсың, неге дұрыс болмай жатыр? Оны жақсырақ жасау үшін нені жақсарту керек деп ойлайсың? Деп сұрауды да ұмытпаңыз. Сегізінші, оның мықты жақтары мен қабілетіне қолдау білдіріңіз. Баланың өзін бағалауы мен өзіндік абыройы сол қабілеті мен жақсы жақтарын сезінуі, қызығушылықтары мен таңдауларында қалыптасатынын және табысқа жол салатынын ұмытпаңыз. Баланың өзіндік бағасын көтеру үшін баланың өзінің мықты жақтарын танытуына көмектесіп, оларды дамытуға барынша күш салыңыз. Тоғызыншы, өзіңізді күтіңіз және балаға да мұның маңызды екенін үйретіңіз. Сырт бейнеңізді ұқыпты, жинақы болып, бір сәт өзіңізге де, өзіңіздің дамуыңызға да уақыт табыңыз. Өзіңізге деген құрмет сезімін талап ету, бұл кейбіреулер үшін өзімшілдік, эгоистік болып көрінуі мүмкін. Ол әрине қате пікір. Өзін сыйламайтын, құрметтемейтін адам басқаларды да сыйлауы мүмкін емес. Сол сияқты басқаларды шынайы бағалай да алмайды. Оныншы, оқыта беруді қойыңыз. Баланың жеке мінез құлқына қатысы жоқ тақырыпта дәріс айта беру мүлде пайдасыз және балаға да қажет жоқ. Одан да баланы түсіну мен қабылдау маңыздырақ. Өзіңіз қалай жасауға болатынын көрсетсеңіз де болады. 11-ші, ортақ қызығушылықтарды табыңыз.
бала да сіз де жақсы көретін бір белсенді әрекеттен артық бірге уақыт өткізу тәсілі жоқ десек те болады. Оның жасағаннан рахаттану және бірге қуанудан баланың сізбен бірге өсуіне, дамуына да жақсы әсер ететін уақыт өткізуге болады. Үлкендермен бірге өзінің де маңызы бар екенін сезіну балаға да белсенді болу сезімін, сенімділік сияқты сезімдер сыйлайды. 12. Қателесуге мүмкіндік беріңіз. Бала бір нәрсені жасай алмаса, оған ұрысып, оны күлкіге айналдырып, не оны талқылаудың орнына қабылдаңыз және әр адамның да қателесуі мүмкін екенін, әсіресе бірдемені енді бастағанда қателесудің заңды екенін айтыңыз. Сіз осымен баланың бағасын көтерудің 12 тәсілін тыңдадыңыз. Егер осы дәрістер сізге кеңестер ұнайтын болса, менің каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.